Қайырлы күн достар. Бүгін кешкі асқа өте тойымды, дәмді күріш пен подлив дайындайтын боламыз. Ең алдымен газға ыдысымызды қойып қыздырамыз. Оның үстіне сары майды салып, сары майды ерітеміз. Алдын ала күрішті тазалап, жуып аламыз. Осы қызған сары майдың үстіне күрішімізді саламыз. Күрішті салып болғаннан кейін оның үстіне тұз қосып, жақсылап араластырып, күрішті 2-3 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін қажетті мөлшерде су құйып, бетін жауып, қатты отта бір қайнатып алып, астын басып, күрішімізді пісіріп аламыз. Енді подливке керекті заттарды жуып, тазалап, турап аламыз. Газға қазанды қойып қыздырып, майды құйып, көбіктап туралған етімізді баяу отта 20 минуттай қуырып аламыз. Оның үстіне туралған пиязды саламыз. Пиязды тағы да 5 минут қуырамыз. Оның үстіне көбіктап туралған редьканы салып, тағы 2-3 минут қуырғаннан кейін, одан кейін көбіктап туралған сәбізді салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Одан кейін капуста мен баклажанды салып, қуырып, жақсылап араластырамыз. Енді 2 ас қасық соевый соус қосамыз. Үстіне керекті мөлшерде томат пастасын қосып, тұз қосып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Оның үстіне болгар бұрышын, чеснок және укропты туралған қосып, араластырып, қажетті мөлшерде су құямыз. Подливіміз қайнағаннан кейін үстіне көбіктап туралған картоплымызды саламыз. Араластырып, баяу отта пісіреміз. Енді міне күрішіміз дайын болды. Оны бір кесеге салып, үстінен басып, тығыздап, тәрелкеге аударып, күріш пен подливімізді әдемілеп құйып, дастарханға ұсынатын боламыз. Міне осылай барлығын салып дайындап алдым. Міне біздің подливіміз де пісті. Оның күріштің қасына подливті құйып, дастарханға ұсындым. Достар, сіздер де осы тағамды дайындап көріңіздер. Менің рецептім ұнаса, менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Ас болсын!